Ал апа, қалайсыз, қайдан келдіңіз? Жағдайым қалай? Сіз студент деген кезде мен өзім таң қалдым. Мен қазір өзім де оқып жатырмын, өмір бойы оқыған. Бірақ сіз қандай студентсіз? Сіз маған таң қалдыратын әңгіме айтып отырсыз. Айтып едіңіз. Менің атым, есімім Ақбілек, фамилиям Мүтәлқан қызы. Мен 35 жыл начальник класста сабақ бердім. Одан кейін 2007-ден бастап түс көру арқылы оқыдым. Мим, нун, уау, арабша әріп түсіме кіріп, одан кейін бір осы жолға түстім мен. Енді қазір 17 жыл болып оқып жатқаныма. Енді мына жердегі Шымкенттегі қыздар колледжіне, медресеге түстім оқуға. Биыл диплом алам, былтыр түскен. Өте керемет қараңыз да? Иә. Жалпы мен адамдармен кездескен кезде, енді шетелде көп жыл тұрып келдім ғой. Адамдарға айтсам, менің жасым 52-де оқып жатырмын десем, бәрі айтады да маған, ой, сен кәртейдің ғой, не істейсің депті. Сол сұраққа сіз ұзағынан әдемі жауап беріңізші. Негізі Құранда да бірінші адамға денсаулық керек, екінші білім керек екен. Өлгенше жаңағы жел бесіктен жер бесікке дейін білім іздеу керек, жақсы. Оқыған жақсы негізі. Ізденген жақсы. Өте керемет. Мен сізді көрген кезде, осы жерде отырсам, сіз алыстан келатсыз да, мен сізді тарттым. Біз мына жерде жүргеннен кейін жаймен жай жүрмейміз ғой, негізінде. Сол кезде қарап отырсам, сізде бір жарық нәрсе бар да, сіз өте ашық екенсіз. Мына кісіні өзім қасыма шақырып алайын деп сіз шақырып алдым ғой. Өте қуаныштымын. Жалпы білім алу деген қандай екен? Мен осыны барлығына айтам, бірақ өкінішке орай көп адамдар түсінбейді да. Жақсы, білім ағын дүниеге қызықпау керек. Жүректі білімге қою керек. Білім Аллаға қою керек. Жүректі Аллаға қою керек. Одан кейін бар, дүние кім әкетіп жатыр дүние? Ешкім әкетіп жатқан жоқ қой, екі қол бос кетіп жатыр. Мен тәжвидтен сабақ берем Құраннан, одан кейін 20 немереме үйретіп қойғам, Құранды талдап береді бәрі. Енді қазір былайша телефон арқылы бүйтіп, мысалы саған қазір үйретем ба, сен өзіңмен өзің үйреніп жатырсың, білмеген жеріңді телефоннан бүйтіп сұрап жүрмін, мына жерін білмей жатырмын дейтін, сол ережені айтып түсіндіріп жіберемін. Енді қашан диплом аласыз? Биыл алам ғой енді. Жазба диплом жазамыз деп жатыр ғой. Вай, керемет. Сіз жалпы өзіңіздің бауырларыңызға, енді біз әлемнің адамдарын бәрін білмейміз ғой, жалпы адам баласын бәрі бір-біріне бауыр ретінде келеді ғой. Ол кісілерге не айтасыз? Бір-бірімен дос болыңдар, ынтымақты болыңдар, соғыс болмасын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, иісі мұсылман елдің бәрі аман болсын, Алла тағала. Дұшпандарымызға жамандық тілемейміз ғой, тыныш заман болсын, еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Рахмет.